Оқу процесіндегі цифрлық трансформация және қолданбалы бағдарламалауды қамтамасыз ету Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде осы тақырыптың өреңінде халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция болды. IT технологияның қазіргі даму кезеңіндегі көптеген мәселелерді қозғаған конференцияға Болгария, Ресей, Украина және қазақстандық ғалымдар мен Асисири жобасы консорциумының мүшелері бейне байланыс арқылы қатысып, мазмұнды бағдарламалар жасады. Конференция информатика саласындағы PhD докторанттары мен заң жас зерттеушілерге арналған алдыңғы қатарлы орталық Асисири бірлескен жобасы бойынша Европалық одақтың Erasmus бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылды. Университет пен өңір өміріндегі маңызды оқиға болып табылады. Ол сөзсіз IT технологиялар саласындағы ғылыми зерттеулердің дамуына үлес қосады. Одан әрі жемісті жұмыс үшін ынталандыру жасайды. Конференция алаңы әртүрлі елдердің жас және тәжірибелі ғалымдар арасында пікір алмасуға ықпал етеді. Ғылым мен практика арасындағы байланысты қолдайды. Конференция нәтижелері барлық қатысушыларға пайдалы болады деп үміттенеміз. Ал ұсынылған ұсыныстар іс жүзінде өз қолданысын табады. Конференция қорытындысы бойынша еңбектер жинағы жарияланады.